Болмыстың нұры екі жаһанның гүлі, Әзіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам әлі де пайғамбарлығын ашық жарияламаған. Бұл кезеңдегі уағыз айтушылардың ең батылы Әзіреті Әбу Бәкір еді. Ол жүрген жерінде дос-дұшпан деп бөлмей, ислам ақиқаттарын түсіндіреді. Бір күні Османға да иман жайын баяндап, оның Әзіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам ертіп әкеледі. Расулалла жылы жүзді, үнемі күлімсіріп жүретін жайдары жан Османға төтесінен: Алланың сыйы жәннатқа ұмтылғаныңды қалаймын. Мен саған және барлық адам баласына жетекші ретінде Алла тарапынан жіберілдім дейді. Пайғамбарлар сардарының қарапайым жүрек жарты лебізі Османға әсер еткені сондай, ол мүбәрәк тілінен иман калимасының қалай шыққанын өзі де аңдамай қалды. Әшһәду ан ла илаха иллаллах ва әшһәду анна Мұхаммадан расулуллах. Содан соң осыдан біраз уақыт бұрын Шам сапарынан қайтып келе жатып, жолай көрген түсінен әңгімелейді. Біз сол күні жолда түнеген едік. Көзім ілінгені сол еді: Ей алаңсыз ұйқыға батқандар, ояныңдар, Меккеде Ахмад өз міндетіне кірісті деген дауыс естідім. Ал Меккеге келгеннен кейін сіздің пайғамбарлығыңыздан хабардар болдық. Ақ көңіл, өте сыпайы, дархандығымен әйгіленген Әзіреті Осман да мұсылмандар қатарына қосылуы мүшриктердің қаупін күшейтті. Ағайындары жиналып оны жазаламақ болды. Бірақ Осман қасқайған күйі ешқандай жазадан қорқпайтындығын, таңдаған бағытынан таймайтынын білдірді. Көкесі Хакам ибн Абул-Ас Хазіреті Османды ағашқа байлап қойып, сен аталарыңның ғасырлар бойы қасиеттеген сенімінен безіп кейіннен пайда болған әлдебіреулердің дініне қалайша мойынсұнбақсың? Алған бетіңнен қайтқанша осы байланған босатады екен деп егін қышымасын деп сөкті. Әзіреті Осман болса: Валлахи биллахи, мен қақ діннен шықпаймын деп қасарыса түсетін. Осылайша арадан ондаған күндер өтеді. Хазіреті Османның шыдамы шыңдала түскендей селт етпеді. Иманына зәредей зиян келмейді. Дініне беріктігінің арқасында көкесі де ештеңе шығара алмайтынын білген соң, лажсыздан оны босатып қоя берді. Орта бойлы, қара торының әдемісі, қаума сақалды, қалың қара шашты және денелі келген Әзіреті Осман жаратылысынан жан тазалығы мен тән тазалығы бойына дарыған жан еді. Жахилия кезеңінде де ішкілікті өзіне харам санап татып алмайтын. Бар байлығын Алла жолына сарп еткен. Құранды бастан аяқ жыртқа білген. Түнде намазға тұрғанда Құранды түгелдей мүдірмей толық оқып шығатын. Көзі тірісінде-ақ жәннаттық екендігі жайра болған Хазіреті Осман бір жағынан Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам күйеу баласы. Бірінші әйелі пайғамбарымыздың қызы Рухия еді. Ол ерте қайтыс болды да кейіннен Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам екінші қызы Умму Күлсуммен некесін өзі қиған. Пайғамбарлар сұлтаны Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам екі бірдей қызын алған бақытты күйеу осы себепті Зиннурайн лақабымен құрметке бөленген.